Білім берудің сапасын жақсарту, әдістемелік негізін өзгерту заман талабына сәйкес туындап отырған қажеттілік. Өйткені мектептің әр күні көптеген ғылыми жаңалықтарға, терең әлеуметтік өзгерістерге толы. Сабақ мұғалімнің емес, оқушының іс-әрекетімен бағаланады. Қазіргі заманда нені оқыту емес, қалай оқыту маңыздырақ болып отыр. Сабақ барысында оқушының іздену мен зерттеу дағдыларын қалыптастыра отырып, пәнге деген қызығушылықтарын арттыру мақсатында қолданылатын технологиялар баршылық. Міне, соның бірі Lesson Study зерттеу жұмысын біздің мектебімізде 2022-2023 оқу жылының алғашқы жартыжылдығында қолданып, өз тәжірибемізге енгіздік. Алғашқы зерттеу жұмысы 9 сыныпта орыс тілі, қазақ тілі, математика пәндері бойынша жүргізілді. Жалпы Lesson Study жұмысын ұйымдастырушы модератор мектебіміздің ұлағат желілік қоғамдастығының жетекшісі, педагог зерттеуші Темешбаева Рымжан Есенкелдиевна. Зерттеуші топта жұмыс жасаған барлық әріптестеріміз өзара іс-тәжірибе алмасып қана қоймай, өздерінің білік дағдыларын одан әрі шыңдай түсті. Алдағы уақытта да көптеген фокус топтары құрылып, Lesson Study жұмысы жаңа деңгейге қойылмақ. Барлық әріптестерге алдағы уақытқа сәттілік, шығармашылық шыңдар тілейміз.